Сәлеметсіздер ме, өмір соқпақтары арнасының тыңдармандары. Әңгіме басталмас бұрын каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бақытқа жол ашқан қылмыс. Осыдан бірнеше жыл бұрын айым өте бақытты болатын. Оқуын үздікке бітіріп, қуанышында шек жоқ еді. Бәленің бәрі сол диплом алған күні басталды. Сол күні достары диплом алғанымызды тойлаймыз деген соң, айымды құрбылары қоярда қоймай сауық кешке алып кетті. Билеп достарымен өткен күндерді еске алып, уақыттың қалай өтіп кеткенін байқамайда қалды. Айым сағатына қарап, кеш боп кеткенін біліп, кетуге қамданды. Құрбыларына кеттік десе, олар көнбеді. Сыныптасы шығарып салам деп еді, көнбей үйіне жалғыз кетті. Жолда келе жатып, алдынан 2-3 бейтаныс еркек көрінді. Айымның жолын тосып, оған тиісе бастады. Біреуі: «Қарындас, жарым түнде неге жалғыз жүрсіз? Одан да жүр менімен, пәтерге көңіл көтереміз» деді. Бұл айымның намысына тиді. Жыны келіп, әлгінің бетінен ұрып жіберді. Сонан кейін жігіттер қызға жабысады. Көтеріп алып көлікке салайын деп жатқанды, бір жігіт келіп бұзақылармен төбелесіп кетті. Кенет бұзақылардың бірі пышақ алып, жігітке сұқпақшы болып еді, бірақ пышақ өзінің досына кіріп кетті. Жараланған жігіт жерге жатып, тыпыршылап жатыр еді. Бұл кезде қалғандары ізін суытып үлгерген. Айым мен әлгі батыр жігіт жаралыны ауруханаға апарды. Қараңғыда бір-бірін көрмеген екен. Айдарды дәрігерлер операция столына алып кетті. Жараланған жігіттің аты Айдар болатын. Сол кезде айым өзін құтқарған жігітпен танысып алды. Оның аты Ермек екен. Бір-бірінің телефон нөмірін жазып алды. Содан кейін Ермек айымды үйіне апарып салды да өзі ауруханаға кетті. Айым үйіне келе сала, жылап тұрып бәрін анасына айтып берді. Анасы қызын жұбатып, ұйықтауға кетті. Таңертең айым телефон қоңырауынан оянды. Хабарласып тұрған Ермек екен. Ол Айдардың операция кезінде қаза болғанын айтты. Пышақ жүрегіне кірген екен. Ермек айымның ойынан кетпеді. Хабарласайын десе, қыз бала болғандықтан намысы жібермеді. Ермек те айымды ойынан шығара алмады. Оған хабарласуға көп рет әрекет жасады. Бірақ Ермек Айдана есімді қызға аттастырылып, той күні белгіленіп қойған болатын. Жақында тойым болады деп, айымды ұмытуға тырысты. Ертеңіне Ермекті полицейлер келіп алып кетті. Айдардың ата-анасы Ермекке қарсы іс қозғапты. Сот болатын болды. Ол оқиғаға бірден бір куәгер айым болатын. Айымға сотқа шақыру қағазы келді. Ертеңіне сот басталды. Айым Ермекті барынша жақтағанымен, Айдардың ата-анасы бәрін шешіп қойған болатын. Ақшаларымен істі бітірді. Соңында Ермек 5 жылға сотталды. Сол күні ақ Айдана үйленуден бас тартты. Ермекке бұл ауыр тиді. Арадан 2 жыл өтті. Айым аптасына 1-2 рет Ермекті көруге барып тұратын. Осылайша тағдыр оларды жіпсіз байлады. Көп өтпей Ермекті тәртіпті жүргені үшін жазасын жеңілдетіп, бостандыққа шығарды. Түрмеден шыққан Ермекті ата-анасы үйіне алып кетті. Енді Ермекке лайық жар іздеуге кірісіп кеткен Гүлжайна тәте мен Марат аға ұлының сүйген қызы бар екенін білмейтін еді. Бұл уақытта Ермек айымға ұсыныс жасады. Айым көптен күткен бұл күнде келді-ау. Ермек ата-анасына айым туралы айтып, оның суретін көрсетті. Ұлынан мұны күтпеген Гүлжайна тәте қуаныштан жылап жіберуге шақ қалды. Айым жұмыстан келсе, үйде бейтаныс әйелдер барын көрді де, тура өз бөлмесіне тартты. Қонақтар кеткесін айым анасы Айзададан мән жайды сұрады. «Қызым, олар сені айттырып келіпті». Мұны күтпеген айым тұрмысқа шықпаймын деп байбалам салды. «Апа, түсініңізші, менің жігітім бар, тек соған күйеуге шығамын.
Кім ол? Біз сені танымайтын, білмейтін адамға бере алмаймыз. Айым анасына Ермек туралы айтты. Айзада қызына келісім беретінін және әкесіне айтып түсіндіруге уәде берді. Ермектің ата-анасы Айымды айттырып келді. Қыз жақтың келісімін алған соң тойға қамдана бастады. Көп ұзамай дүркіреген той болды. Айым өте сұлу келін болды. Ермек тойға келгендерге қарап тұр еді, бір таныс жүзді байқап қалды. Ол кезінде өзін тастап кеткен Айдана еді. Айдана көзінің жасын сүртіп, тойханадан кетіп қалды. Ермек пен Айым бұл кезде бір-біріне махаббатқа толы көздерімен қарап тұрған.